Адамзат үшін 21 ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ. Ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып өмірге енгізу, игеру және жетілдіру бүгінгі жас ұрпақ сіздердің еншілеріңіз. Ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осы қағиданы негізге ала отырып, байқауымызды мынадай мақсатта ұйымдастырып отырмын. Мақсаты: оқушылардың арасында компьютерге қызығушылығы басым, қабілетті, дарынды оқушыларды анықтау және оларды ынталандыру. Міндеттері: оқушылардың білімі мен білігін практикада көру, жұмыс барысында оқушылардың білімін арттыруға негіз болатын материалдарды, тапсырмаларды беру. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлы Абайдың 175 жылдығына байланысты жазған мақаласын қолдану. Практикада оқушының қиялына ерік беру. Қоғамда өзекті болған тақырыпты оқушы көзімен көре білу. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ұлы Абайға 175 жыл. Яғни бұл кезеңде оқушының сауатты теруі және жылдамдығы ескеріледі. Екінші кезеңде менің арманымдағы мектеп тақырыбында Paint бағдарламасында сурет салады. Яғни бұл кезеңде оқушының қиялына ерік беріп салған суретін өзінің тіл байлығымен еркін жеткізіп түсіндіріп беруі қажет. Үшінші кезеңде интернеттің пайдасы мен зияны тақырыбында презентация жасау. Бұл кезеңде қоғамда өзекті болған тақырыпты компьютерде немесе интернеттен қажетті сурет материалдарды алып, PowerPoint бағдарламасының барлық мүмкіндіктерін қолданып жасауы ескеріледі. Байқау 5-ші сыныптар, яғни кезекші сыныптар арасында болып өтті. Байқаудың барысы 2 күнге созылды. Алғашқы күні 3 топ, екінші күні қалған 3 топ сайысқа түсті. Бірінші кезеңде бірдей көлемде мақала берілді. Экранда барлығы хабардар болу үшін таймер орнатылған. Байқаудың екінші кезеңі өте әсерлі болды деп айта аламын. Оқушылардың бірі бұрынғы ауылдағы мектебін салған болса, енді бірі арманындағы мектебін, қазіргі мектебін салып жатты. Ал енді бірі Назарбаев зияткерлік мектебінде оқығысы келетіндігін, армандайтынын, жоспарлап жүргендігін жеткізді. Байқаудың 3-ші кезеңінде оқушылар интернеттің пайдасы мен зияны тақырыбын барынша ашуға тырысты. Компьютерде берілген суреттерді қойып, интернеттің пайдасы мен зияны туралы өз ойларын жазып, анимацияларды пайдаланып, барынша көрнекі түрде жасауға тырысты. Ал енді бірі интернеттен өз бетінше ізденіп, тақырыпты керемет ашып берді.
Жұмыс соңында оқушылар жасаған жұмыстары бойынша ойларын ашық, еркін жеткізіп, ойларымен бөлісті. Байқаудың таза әрі әділ өтуін бақылап отырған әділқазылар алқасы оқушылардың барлық кезеңде аса қызығушылықпен орындап жатқандығына тәнті болды. Байқаудың 3-ші күнінде жас IT-топ байқауының қатысушыларымен мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Мангутов Бақтыбай мырзамен марапаттау алдындағы сұхбаттасу, ой бөлісу кездесуі болып өтті. Марапаттау барысында оқушыларға орындар беріліп, соның ішінде жас IT-топ номинациясымен бір топ, 24 оқушының ішінде ерекше көзге түскені ерекше аталып өтіп, жас IT-талант номинациясымен марапатталды. Жас IT-топ байқауы шын мықтыларды анықтауға мүмкіндік берді.